Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есімдер. Оқу мақсаты негізгі, туынды зат есімдерді, сын есімдерді және етістіктерді анықтау. 104-ші сабақ. 5-ші тапсырма. Өлеңді суреттің көмегімен оқимыз. Өлең ішіндегі сөздерге қарай отырып, күн қандай және аспан қандай сұрақтарына жауап береміз. Күн қандай? Күн ашық. Аспан бұлтсыз болса қандай дейміз? Аспан ашық. Ашық сөзі қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім орнында тұр. Бұл сөзді сөз құрамына талдаймыз. Ашық. Негізгі сын есім бе, әлде туынды сын есім бе? Әрине, ашық сөзі негізгі сын есім. Өйткені ол түбір күйінде қандай сұрағына жауап беріп тұр. Ешқандай жұрнағы жоқ болғандықтан, оны негізгі сын есім деп айтамыз. Суретте берілген мысықты, қызанақты және итті сипаттап жаз. Қандай сұрағына жауап беретін сөйлемдерің болсын. Мысалы, біздің үйде кішкентай мысық бар. Қандай мысық бар? Кішкентай. Сын есім кішкентай. Кішкентай сөзін сөз құрамына талдаймыз. Түбірі. Кішкентай. Қандай? Негізгі сын есім. Мысығымның түсі ақ. Мысығымның түсі қандай? Ақ. Сын есім сөзі ақ. Негізгі сын есім бе, әлде туынды сын есім бе? Оны өзің ажырат. Ұмытпа, егер де сөз түбір күйінде қандай сұрағына жауап берсе, оның негізгі сын есім болғаны. Егер де оның жұрнағы бар болса, оның туынды сын есім болғаны. Сондықтан, осы айтылған ережені ұмытпай, қызанақты және итті сипаттап жаз. Берілген сөздерді оқиық. Және оларды 3 топқа бөліп жазамыз. Бірінші топқа туынды сын есімдерді жазамыз. Екінші топқа туынды зат есімдерді жазамыз. Үшінші топқа туынды етістіктерді жазамыз. Жазбас бұрын дәптеріңді 3 бағанға бөліп сызып ал. Туынды сын есім, туынды зат есім, туынды етістік қалай жасалады? Оларға жұрнақ жалғанатын ұмытпа. Сөздерді талдамас бұрын сөз құрамына, алдымен оларға сұрақ қойып алуды ұмытпа. Мысалы, кім, не сұрақтары зат есімнің сұрақтары, қандай деген сұрақ қойсаң, ол сын есімнің сұрағы, не істеді деген сұрақ қоятын болсаң, ол етістіктің сұрағы болады. Бірінші сөзді талдап көрсетейін. Қарлы. Қандай? Қарлы. Бұл сын есім екен. Туынды сын есім, өйткені түбірі қар, лы, жұрнақ. Жұрнағы бар болғандықтан, ол туынды сын есім болады. Келесі бір сөзді көрейік. Биші. Сұрақ қояйық. Биші, ол адам ғой. Кім? Зат есім болады. Туынды зат есім, өйткені түбірі би, ші, жұрнақ. Міне осылайша берілген сөздерді 3 бағанға сөз құрамына талдап, туынды зат есімдер, туынды сын есімдер, туынды етістіктер қалпында талдап жаза аласың деп сенемін.